Саламатсыздар оқушылар. Так, бүгінгі сабағымыз Құдай қаласа алдағы уақытта жоспарлап отқан кино фильміміздің кезекті дайындығына көшеміз. Қазір енді мына жерде кішкене толық құрамда болып тұрған жоқпыз, бірақ жартысынан көбісі бар, сондықтан да ештеңе қарамай дайындықты бастай береміз. Түсінікті ғой? Так, бұл сценарийді сендер бір өткенде алдыңдар, 10 күннен аса уақыт бұрын. Енді арада жаңағыдай онлайн сабақтар болды, мерекенің демалыстары болды. Сондай жаңағыдай үзілістен кейін қазір жиналып отырсыңдар. Жалпы жаттадыңдар ма үйде? Қарадық па сценарийге? Иә. Жай есінде отыр? Иә. Түзеп отырамыз. Так, балдар, уақыт созбай, сразу дайындығымызға кірісіп кетейік. Тағы да қайталап өте салайын. Мына сценариймен толық таныспыз ғой, иә? Таныспыз ғой, түсінікті ғой, балдар, иә? Жалпы киноның оқиғаның қалай басталатыны, ішінде қандай оқиға болатыны, оқиғалар өрбитіні, и оның соңында қалай бітетіні, иә, өткенде де түсіндірдім, дұрыс па? Бұл жерде жаңағыдай былайша айтқанда сюжеттің оқиғаның жалпы тақырыбы, былайша айтқанда ананың қадірі тақырыбында болмақ. Түсінікті ғой? Біздің мектебіміздің былайша айтқанда кезекті екінші жобасы ғой үлкен. Құдай осыны бір түсіріп алсақ, ары қарай уже күш алып, болашақтың оборотын алып түсіріп кете береміз, балдар. Түсінікті ғой? Қазір былай жасаймыз. Қолдарында ешқандай сценарий бермеймін. Телефоннан да сценарий ашпайсыңдар. Сразу қазір текстті қойып қолдап дайындалып кете береміз. Жоқ оқушылардікін әшейін өзім оқып сендерге пас беріп отырамын. Түсінікті ма? Сұрақтарың бар ма? Любой сұрақ қойыңдар, мына ішінде түсінбей қалған момент, айтар ұсыныс бар ма, жоқ па? Дұрыс қой бәрі? Давайте олай болса бастаймыз. Так, бірінші кімнен бастаймыз? Қыздардың сөзі екен, мен өзім әшейін оқып тұра беремін сендерге, жарай ма? Түсінікті ғой? Иә. Ал кеттік, бастаймыз. Мынаны түсірейікші. Осы тренд күшті. Ой, жоқ, мынаны түсірейікші. Ол онша емес. Ой, бұл қалып кетті ғой. Міне жаңасы осыны билейік та. Есесіне, онай болады қимылдары. Қойыңдаршы, солай бермейді. Бәрібір ескі би ол. Қойшы деймін, неге бір айтқанда мақұл дей салмайсың? Өзің ақ биле берші, билемеймін мен. Ба? Есін сәт. Дубльдің корольді. Ей, жай деймін. Ей, жай деймін. Кедергі. Кедергі жасап жасыңдар. Балдар, сендердің әрбір тексттерін ақша ғой білесіңдер ма? Өз-өздерін істеп атсыңдар. Ертең қырып тастамай. Неге айқайлайсың? Мен сені үлкенмін, олай айқайлама маған. Өзім білемін, сенен сұрамаймын, кетші бар. Қойыңдаршы, неде ашытып жеңдер ғой? Жап дедім аузыңды. Жүда қоймайсың ғой бір. Ай, не болды сендерге, а? Бір-біріне сонша ұрсын. Айтсам тыңдамайды. Айтсам тыңдамайды. Бір-біріне... Бас ауырып кетті. Басым ауырып кетті ғой. Ұрыстарына. Жүріңдер, маған көмектесіңдер. Қойшы, тірлік істемеймін, шаршап тұрмын. Ой, пұрмай, билегенде шаршамайсыңдар. Тірлікке келгенде не әңгіме бұл? Біз ұрысып, көңіл күйіміз түсіп кетті. Істемей ақ қойыңызшы. Жинастырыңдар сылтауды. Болыңдар. Солай жасаңызшы. Солай жасаңызшы. Миды. Миды ашытып жеді ғой. Миды тынышталатын болды. Миды тынышталатын болды ғой. Туй! Ең құрғанда сен көмектесіп. Жүр бұл. Шаршап тұрмын. Оның үстіне көңіл күйім жоқ. Не болған а бәріңе? Проблемалар менен көп. Қыздар тұр ғой, соларға айтсаңызшы. Бұлардың да көңіл күй жоқ екен. Не көңіл күй оларда? Тұрыңдар, неші жатырсыңдар? Қыздар түрлерін жинап кісі болып қалады. Жарайды. Өзім ақ істеймін. Отыра беріңдер сол. Неші жатырсыңдар? Тұрып көмектесе салмайсыңдар ма? Қойшы, шаршап тұрмыз. Ой, қойыңдар. Кімнің көңіліне қарай беремен. Өзімде де проблема жетіп. Басқа нәрсеге уақыт жоқ менде. Осылай болады. Түннің музыка, жаңағы өздері қалады. Түннің кадры кетеді. Жаңағы мамаларының жаңағыдай параққа жазып жылайтын сондай музыкамен жаңағыдай тоже кадрлар болады. И ертесіне таң атады. Уже завтрактың уақыты кухняның ішінде. Уже шай ішіп отырсыңдар бәрі.
Так шайларды жақсылап ішіп алыңдар. Ішіп болған соң менің құрбымның үйіне қонаққа барамыз. О, қандай қонақта? Қай құрбыңыз ол? Біз білеміз ба? Ай, жай құрбы болғанда құрбы емес, жұмыстағы әріптесім ғой. Сендер көрмегенсіңдер оны. Мен өзім сендерді сол үйге апарам деп шештім. Шай ішіп болған соң жылдан барып киініңдер, жарай ма? Шай ішіп болған соң жылдан киініңдер. Қазір ішіп алайын. Жарайды. Дың-дың, вук-вук, жаңа қазір тоже киінесіңдер, музыкамен дың-дың-дың-дың, чик-чик-чик-чик, таксимен үйіне келдіңдер. Қош келдіңіздер, қалайсыздар, кіріңіздер. Саламатсыңдар ма? Шүкір, жақсымыз. Өздерің қалайсыңдар? Қалайсыңдар балапандар, жақсыңдар ма? Жақсыңдар ма? Саламатсыз ба дейміз бәріміз. Саламатсыз ба деп. Тұрғып алдық. Нең сөзім ба? Бәрін. Саламатсыз. Саламатсыз ба деп. Күшіп тұрсыңдар ғой, сонда есіктің алдына. Қане, кіре беріңдер. Әкем, мұнда іле сал. Қонақ бөлмеге өте беріңдер. Сөйтіп тоже жаңағыдай киініп, музыкамен ары бөлмедегі жағдай. Қалай жеттіңіздер? Шаршамай келдіңіздер ма? Жақсы келдік, рахмет. Балаша қалай? Қызым қалайсың, жақсысың ба? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсымыз, шүкір. Сабақтарың қалай? Дұрыс па бәрі? Иә, сабақтарым да жақсы. Дұрыс екен. Басқалар қайда? Жаңа шақырсаңшы бәрін. Келіп отырсын бізбен. Балаларымызбен танысып дегендей. Олар күні бойы көмектесіп шаршады маған. Қазір кішкене демалмасын деген. Керемет, жақсы. Балалардың көмектескеніне қарап қуанып тұрмын. Бізде ақыры демалыс болған соң мына бала шағамда тастан келмеді үйге. Қане, сендер мына Бағила мен... Ағай, 12 болып қапты, мен не алдым? Балаларымыз қазір өзіне 12. No! Ильяс! Давай. Абынама. Дұрыстап көрсін. Жаман қабады ғой, Ажырна қабады. Құлағында. Сәрге басына Жарайды деген давай кеттік. Алдар просто естілмей қалады. Соңғы мәселе. Рамазан! Оңай болып кетеді, басқа қиындау емес. Сүйбес? Нұрислам ба? Мен Нұрислам? Мен? Нұрислам бар ма? Басқалай көрсетсей? Ағай пародия ма? Бүгін? Қыздар ма? Мұндан келеміз ба? Қызың мысы ма? Балар ма? Нұрислам да? Екі Нұрислам. Нұрислам да? Қамырза! Ой, мына ақпарыңыз. Екі Нұрислам да. Болмайды ғой балдар, оңай ғой. Не ол? Екеу ма? Нұрика ма? Ма бізде екеу ондай? Ана айберемен ойбай, үнжумасаң! Bakısı.
Сезім бар. Әзірге жан сезім. Қыздар бұл. Қыз ба? Кішкентай. Кім бар? Әсене. Молодец. Әсен ма? Дәл өстен қалмай. Қалмай. Әсен басқа ешкім не істемейді. Бол. Сабақта сөйте ма не ол? Жоқ. Сәл көтер. Сәл көтер ұрып жүр. Құлағын жап. Сон көрсетті işte не істейді. Үйіне оған не істейді? Көп нәрсе істемейді ғой. Сен класстасың. Сен мектебінде. Енді характерін жасасай. Ой, не істейміз ғой. Характерін жаса. Характер мен вообще білмеймін ғой. Енді өзің алдың. Бош. Молодец. Басқа бір. Перкеш мен айтам. Кім бар ғой? Оңай бұл қабыл көрсет. Ой, бұл ағай вообще танымаймын да ғой. Айкен. Білесің ғой, примерно. Екен азма. Дария ма? Мен әлі көрсеткен жоқпын. Ол көшесі қыз ба? Айша, тұршы, тыныш тұр. Не болды? Енді істеп отыр. Бургер істеген қолына. Жүрді. Өзінше отырды. Кішкентай. Ол ағай вообще танымаймын да ғой мен оны. Гүдәлі. Ол не істесе де танымаймын да ғой мен. Енді кімді көрсетті? Перкеш мен айтам. Қалағым жақ. О, все. Соны басқа соны танимын. Нұрым. Бізді көрсетті. Дәу. Нұрым. Рамазан. Аяғы. Дәу. Неме? Үнжу. Ай, Инкар. Айкен. Айкен ба? Айкен. Аяғы. Өмірдегі өмірсіңдер? Бәрін қараңдар, танысып қойыңдар. Бұл балалар Сандуғаш апайдың балалары. Ал біз осы үйдің қыздарымыз. Менің есімім Бағила, Айдана, Аружан, Назым және де Диас. Ал сендердің есімдерің кім? Менің есімім Дастан, қарындастарым. Балнұр, Гүлім, Сезім және інім Данияр. Не ғой сендерде бала жоқ па? Ой мен. Жоқ, ондай емес. Мен жақсы деген ғой. Мен қатарлас дегендей. Сәл жындазы бармын ғой. Махма? Қыздар, тыңдасаңдаршы ағайларды. Сәл намыстанып қаласың да. Мен бармын ғой дейсің да. Махма? Кән айтшы басына. Бармын ғой мен. Жоқ, ондай емес. Менімен қатарлас деген ғой. Жоқ, ондай емес. Енді менімен жассы дегенім ғой. Сәл тірілші сөзді. Жоқ, ондай емес. Менімен қатарлас дегенім ғой. Дальше жалғастыра берсін. Менімен де жасты бала бар ма? Андай айтты ма өткенде? Ең құрғанда менімен де жасты бала жоқ па? Менімен де деп тұрсын. Давай, кет. Менімен де жасты бала бар ма? Кім ары қарай? Айлы. Сен өзің мына баламен жас сияқтысың ба? Жоқ. Қайдағы үлкен адам? Сен мына қараш берге. Алшына жүрген тегісі. Алда қарап айт. Данияр деген тез ашып. Қарасың. Ей! Осыларына қана жынды бір комедия жазамын ғой деймін ондай. Төртінші бетті ашты ма? Ішінен шығар санам бәрі. Мынау тұр ғой мына. Степлермен тұр мына алшы. Мына. Кеттік. Қайдағы? Ойбай. Сен өзің мына баламен жас сияқтысың ғой. Қайдағы? Үлкен адаммын мен. Бұл әрі. Ой, бұл бала ғой әлі. Жоқ, бізде осы 4 қыз, 1 ұл бала. Келіңдер отырыңдар. Жалпы үйлерім күшті екен. Сендер бәрің жассыңдар ма? Оның үстіне ұқсамайсыңдар ғой бір-бірлеріңе. Неге ұқсамаймыз? Ұқсаймыз бір-бірімізге. Ең бастысы бір-бірімізге деген бармағы сезім. Мен түсінбеңдер. Мысалы, үшеуіңіз
бірінші жаста сияқтысыңдар, соны түсінбей тұрсыздар. Ол жағын білмей-ақ қойсаңыздар. Оданша басқа нәрсе туралы сөйлесейік. Енді айтасың. Жалпы үйлерің іштеген мына ноутбукта ойындар бар ма сенің? Жоқ, мен мүлдем ойнамаймын. Мүмкін емес. Онда не үшін тұр мына ноутбук? Айта берсе қандай ойындар бар? Дорикті ойнап. Ол анашымның жұмысын. Менде ноутбук түгілі телефон да жоқ. Анашым ешқайсымызға рұқсат бермейді. Ондай да бола ма не? Рұқсат етпеу? Иә, шын айтып отыр. Ешқайсымызда телефон жоқ. Кішкентайымыздан сұраған емеспіз. Денсаулықтарыңа зиян, әлі ерте деген соң кейін алып беремін деген. Сондықтан телефон... Ей, Рамазан, онысы жақсы екен. Онысы жақсы екен. Бізде деген 27 телефон қойғасымызда. Сонда несі зиян денсаулыққа? Иә, стап тұрмыз ғой. Стап жүрміз. Стап жүрміз ғой. Ішеріміз алмайды ғой. Жоқ, кішкентай кезіңде көп телефон қарасаң, өскенде өзіңе зиян деп айтқаннан ашу. Сондықтан біз телефонға жоламаймыз. Жақсы. Өтіп кетеміз екі әйелдің сөзінен. Сендер қай мектепте оқисыңдар? 15-ші мектепте оқимыз. Сендер ше? Біз 5-ші мектепте оқимыз. Сендер аналарыңмен бірге тұрасыңдар ма? Иә, ағайындымен 6 ағайындымыз. 5 ағайындымыз. 5 ағайындымыз. Анамызбен 6 отырамыз. 6 адамыз үйде. Біз сияқты тұрады екенсіңдер. Басқа үйде ешкім жоқ па? Үйде ешкім қалмады. Бәріміз келді қонаққа. Сендер түсінбедің. Жоқ, оны айтып тұрған жоқ. Жоқ, қалай дейді? Жоқ, оны айтып тұрған жоқ. Басқа ешкім тұрмай ма сендермен дейді. Дұрыс айтады мына қыз. Әкеміз бізбен бірге тұрмайды. Аруна сөз бар ғой. Иә, соны айтқысы келіп тұр ғой. Әкеміз бізбен бірге тұрмайды. Осыма естігелерім келгені. Біздің ренжітетін ойымыз болған жоқ. Жай сұрағанбыз ғой. Иә, өйткені отбасы тақырыбы бізде үшін қызық, әрі қызығамыз. Әлде. Қызыққаны несі? Қызыққан несі? Сендер қандайсыңдар өзі? Сендер қандайсыңдар өзі? Қызыққан несі? Отбасыларың бар емес пе? Әлде асырап алған ба сендерді? Иә. Бетейікші абзал, осыны Рамазанға, осыны табиғатына келерден. Андай қойшы. Әлде асырап алған ба сендерді? Байқамен күліп айтып қаласың да? Әлде асырап алған ба деп қоясың. Сондай сияқты қойды. Әлде асырап алған ба деп па? Иә. Түсінбеді? Қалайсың да? Түсінікті ғой енді бәрі. Түсініксіз ештеңесі жоқ. Айтып тұр емес па? Жоқ, былай ғой. Сені асырап алған ба сонда? Енді? Сен сөзіне. Енді? Қысқасы, бәріміз балалар үйінен келгенбіз. Барлығымызды сол жақтан асырап алған. Ыңғайсызданудың керегі жоқ. Иә, рас. Бәрімізді осы үйге алып келген жанар анамыз. Біз туған балалар емес. Тоқта, судыратып барады. Бұл маңызды текст қой. Чувствовать ететін, сезінетін текст. Ертең музыка кетеді осы жерде мелодия, примерно кино. Балалар андай ғой. Сендер елге тотайсыңдар, кісісіңдер сөздің ашығы. Мамаларыңа деп сөйлеп отқан адам. Болды ғой уже. Уже келдіңдер де андай взгляд болу керек балдар. Бүйтіп бір добрый түр болмау керек сендерде. Сендердің образдарын ондай емес, сендердің образдарын бір қалай айтсам болады, бір жақтырмай, бір не то болып тұрасыңдар ғой. Тем более танымайтын адам андай. Бүйтіп отырасыңдар да. Бүйтіп қарап отырасың ғой, анау Рамазан жақтырмай ше. Ана бір қарайсың, мынаған қарайсың, бөлмелеріне қарайсың. Сонда бұлар, короче, көбінесе үйдің кішкентайлар үй бұларға не істейді, үйлері әдемі, ал біз қарапайым киімдеріміз не? Енді жоқ, қарапайым бір кедей деймісіңдер. Ол кедей болса өйтіп асыра емессің. Ну нормально жағдайлар, бірақ байдың баласы мамалардың тәрбиесі бетін қақпай өсіргенде уже сондай болады балдар, өмірде де бар нәрсе.
білгенін істеп кетеді кәдімгідей. Шынымен кәдімгі бетімен кеткен. Мен айтқаным өткен класстарында бар ғой, бетімен кеткен шынымен. Мамалар еркелетіп тастаған жоқ шынымен. Соның зардабы да жаңағыдай бетін қақпай өсірген, жалғыз басты болғаннан кейін жаңағыдай арасында бір сөздер бар. Мен что-то тәрбиеден қателестім ау, осылай кешіккен сияқтымын деп жылайсыз да. Иә, сондай нәрсе қосып жібереміз. Но бірақ прям 100% бір жаман шаг адам емес енді бұлар. Бірақ тәрбиелер қиын да, қойшы мана бүйтіңші тыңдамай қоя салады да, ол анасына ауыр тиеді да ол. Но мына бірақ мынандай қара, Рамазан, сен үлкенсің да, үлкенсің. Но кішкене бір ми бар сенде. Мысалы айтып отырсың, бұл жүндер кеттік деп отырсың ғой. Қойшы яла мен бармаймын. Қойшы отыра берейікші деп отырды ғой жаңа жанар дегенде, сен айтасың. Бұл жүндер кеттік бара салып жүндер деп ше шамалы. Қатты емес бір кішкене бір ми бар да үлкенсің. Жүндер кеттік дейсің, жанды таныстырасың, міне қарындастарым, Балнұр, Сезім, мынандай дейсің ғой. Көрдің ба, сен үлкен болғаннан кейін шамал бір бәле бар да, көп емес. Түсінің ба? Ал сендер таныстырып отырғаныңызда қарап тұрасыңдар, жақтырмай. Ардынаға бір қарасың, іңкәрі отырады ертең. Рясқа қарайсыңдар. Жақтырмай да. Онша. Бүйтіп тұрып алмаңдар бір. Сөйтті ма абзал? Сөйтіп таныстырады, и дальше сен таныстырған жерден бастаймыз кетті. Сен бас. Бастамасың ба? Жаңа, бер. Қыздар қараңдар. Барлықтарын қараңдар, танысып қойыңдар. Бұл балалар Сандуғаш апайдың балалары. Ал біз осы үйдің қыздарымыз. Бағила, Айдана, Аружан. Менің есімім десей. Менің есімім. Олар кәдімгі өмірдегідей шынайы сөйлей беріңдер. Хорошо? Барлықтарын қараңдар, танысып қойыңдар. Айтады. Бұл балалар Сандуғаш апайдың балалары. Ал біз осы үйдің қыздарымыз. Менің есімім Бағила, Айдана, Аружан, Назым және Лидияс. Ал сендердің есімдерің кім? Менің есімім Дастан, қарындастарым Балнұр, Гүлім, Сезім және інім Данияр. Не ғой, сендерде бала жоқ па? Маған бүйтіңдер, мен есін ашып кетуімін қазір айтып қоя салайыншы. Мына мен інім Данияр дейсің да? Данияр андай болады. Түсіндің ба? Міне осындай Балнұр, Сезім, Гүлім, және де інім Данияр дейсің ғой. Абзал. Түсіндің ба? Алдар әрбір болмайтын нәрсе өтіп кетуі мүмкін. Халық күл жүзі же болды, сол эмоциямен ақ кино өтіп кетуі мүмкін. Осындай нәрсе көп болу керек бізде. Құр сөйлеп бітіре салмай. Так, таныстырды, дальше кеттік. Дальше ма? Сен жаңағы сөзін сендерде бала жоқ па деп айтасың. Сендерде бала жоқ па? Немене ғой мен? Жоқ, менімен қатарлас. Ой, тоқта, ойлайсың дауысын шығарсың? Бармын ғой мен? Жоқ, пас берсе айтсың Рамазан, басынан. Сендерде бала жоқ па? Так, білмейді осы жерде айтасың. Рамазан, прям ақылды баланы ойнап жатсың ше. Оны андай қылып сұрайсың ғой. Андай, аузыңа келе салып айта салдың ғой. Сондайсыңдар да, абзалында ана бір текст бар, білесіңдер ма? Асырап алған десе, деп. Ойланбай сөйлей салады да. Андай бала жоқ па? Сендер сәл қатыгездеусіңдер да, қатыгез. Бір түрлі тәрбиелерің, андай. Не то сөйлей саласыңдар, көңілге тиіп келеді ау демейсіңдер. Ана мысалға бала жоқ па деген бір түрлі түйеді ғой. Не? Құдайын жазған сол ғой, қыздарымыз ғой деген нәрсеге келіп тұр ғой бұл жерде. Мен бармын ғой десеші. Бүйтіп сөйтеді. Бармын ғой мен де. Қайтан айтып қойшы. Дауысы әдемі келіп жатыр ше, Ілиястың, не? Мен бармын ғой деді. Трендтегі прикол ғой. Ұланың дауысын айтып жатырсың. Түсінікті ғой. Рамазан, нормально, балдар жақсы жаттағасыңдар, уже сіңіп қалғанда түсініп қойғасыңдар. Бірақ кішкене образды дамыту керек. Андай қалай дейді, бәрібір сөйлей саласыңдар да. Бала жоқ па сендерде? Негізі ол ұят. Ендігі сабақ қашан болады? Жоқ, ертеңде келе ғой. Ертең ба? Ертең не істейтін болса ше? Ертең бірақ түсте келемін деген мен. Бұлар сабақта ғой барлығы түсте. Жоқ, қап кеткен қыздар дайындайын деді ғой. Онда ше, не бар ғой? Мынау не прям тұрғызып дайындалу керек та бұларды ше. Қазір отырып айтып жатыр, тек қана тексттерін айтып жатыр ғой. Воскресенье целым. Бөлме қылайық. Иә, мысалы мынау бір бөлме қылайық, анау кабинет бар, ана жақ бар ше.
уже кәдімгідей сезінсін да былайша и тоже немен не істесін эмоциямен ше иә эмоциямен ойнатайық келесі сабақта мынаны қойып телефон Иә. кішкене пробный эксперимент ретінде кәдімгі уже толық жаттап кел абзал түсіндің ба абзал Точно. Так, кино басталды, қараңдар, кино басталды. Мына бұл телефон шұқылап отыр. Лейла бір шетте өзі сурет салып отырады столдың басында. Отырасыңшы, Лейла. Так, сурет салып отырасың. Так, сен екеуің как тренд түсіріп отырасыңдар, жарай ма? Бірінші былай болады. Кино басталып жатыр, сотқа тік шығып отыр, маған түсіреміз, сендер түсіреміз. Сендер так бір тренд билеп алыңдар. Қойыңдар тің хайге болыңдар, бәле ай анау мынау биледіңдер. И билеп боласыңдар, қарайсыңдар да. Қарайсыңдар, әлі үстіне музыка жүріп жатыр. Қарап, көріп, жаңағы не қыламыз ба? Қалай айтсам болады. Қуанып, сөйтіп реакция береміз да, о, күшті шықты деген сияқты. Сөйтіп жаңағыдай шұқылап отырасыңдар да, уже ана сөз басталады. Жаңағы. Так, мынаны түсіріші, осы түрін күшті ғой, мақма. Түсінікті ғой. Кәдімгідей сол күшті отыр, сен давай былай сурет салып отыр. Мақма, бүйтіп салып, нәқа суретіңе қарай қыз жан-жағына қарай. Так, сендер жаңағы трендті түсіріп, істеп бастаймыз ка балдар. Түсінікті ма? Давай тұрамыз. Bir telefon al. Sen отыра бер. Сен екеуің. Мақма? Қыздар білмен насып істебеңдер, кейін дайындала бересіңдер. Түсіндік қой? Телефон ал Айла қолыңа. Айла, күйдірмәдің. Біз телефон ғой. Екі телефон бар. Білмеймін, разница. Bir telefon ғой, bir telefon қарайсың. Ол сөйлемейміз. Бетіне түсіріп болдыңдар, отырамыз, отыр, диванға отырдыңдар. И түсірген тиктоктан қарап отырдыңдар. Қойылымда орында қойып. О, мынаны түсірейікші. Осы тренд күшті ғой. Ой, жоқ, мынаны түсірейікші. Олыншы емес. Ой, қалып кетті ғой. Міне жаңасы, осыны білейік. Естесің не? Ондай болады қимылдары. Шуламаңдар, сөйлеңдерші. Бәрібір, ескі бел. Қойшы деймін, неге бір айтқанда мақұл дей салмайсың? Өзің нақ біле берші, білмеймін мен. Ей, жай деймін, кедергі жасап жатсыңдар. Неге айқайлайсың? Мен сенен үлкенмін, олай айқайлама маған. Өзім білемін, сенен сұрамаймын, кетші бар. Мен ба? Абзал сөзін ұмытып қалды. Ойында. Ойыңдашы шулай бермей. Беді ашытып жердіңдер ғой. Аузыңды жап дедім саған. Қоймайсың ғой бір. Өзім біле... Так, тұрыңдар, не отырсыңдар? Маған тірлікке көмектесіңдер. Қойшы, шашап тұрмыз. Ой, бармай. Ой, емес екен ғой. Бұл жер емес тоқтыңдар. Не болды сендерге? Бір-біріңнен сонша ұрсып. Айтсам тыңдамайды. Мен бас алып кетті ғой ұстарынан. Жүріңдер, қыздар, маған көмектесіңдер. Қойшы, тірлік істемеймін, шашап тұрмын. Кіріп жайғаса бересің. Ой, бармай. Билегенде шаршамайсыңдар. Тірлікке келгенде не әңгіме мынау? Біз ұрсып, көңіл күйіміз түсіп кетті. Істемей қойайықшы. Болды, жинастырыңдар сылтауды. Болыңдар. Солай жасаңызшы. Мен тынышталатын болды ғой. Туй! Ем ұрғанда сен жүр, маған көмектес. Шаршап тұрмын. Оның үстіне көңіл күйім жоқ. Не болғанда бәріңе проблемалар менен көп. Қыздар тұр ғой, соларға айтсам. Бұлардың да көңіл күйі жоқ екен. Не көңіл күй оларда? Тұрыңдар, нешінші жатырсыңдар? Жарайды, өзім ақша сен. Нешінші жатырсыңдар? Тұрып көмектесе салмайсыңдар ма?
қойшы шаршап тұрмыз. Ой, қойыңдаршы, кімнің көңіліне қарай беремін. Өзімде де проблема шедіп. Басқа нәрсеге уақыт Битче, тоқта қазір. Былай жасайсың. Так, мамас ұрсып кетті ғой. Так, қалай қыламыз? Аяна битесің. Соңғы сөзің қандай еді сенің? Қойшы шаршап тұрмыз. Ой. Ең соңғы ба? 8-де. 8-дегі. Қойшы шаршап тұрмын дейсің ғой, ағаңа. Сол ма? Иә. Қойшы шаршап тұрмын дейсің да, тұрып кетіп қаласың. Қойшы шаршап тұрмын дейсің да, тұрып жинап тырысып кетіп қаласың. Түсіндің ғой? Тұрсай. Айтып кетіп қалшы. Қойшы шаршап тұрмын. Сендер де тоже көзбен шығарып саласыңдар да. Айлы сен. Қырсық деген сияқты типа. Түсіндің ғой? И дальше сен сөзің ба? Ой, қойыңдаршы. Орнынан тұрасың да, қойдың ғой жаңа заттан. Ой, қойыңдаршы. Өзінде де проблема жетеді. Андай қылып айтасың сен. Үлкен кісі, серьезно айтпа, үлкен проблемам көп деме. Қуғынбайсың да, өзіңсің ғой жейтін маған. Сұрақ болса да өздерің ойыңсың ғой. Қалай? Ой, қойыңдаршы. Өзінде де проблема жетеді. Өзім проблемам шеше алмай жатқанда сендердің проблемаң бар етші да. Қарындасың кейін көп болсын. Не жауап атсың деп ше. Түсіндің ғой? Сен не істейсің? Аға суретін қалай шыққан көрініші. Болмаса битсек те кетіп бара жатасың ғой. Қара, ағаң ше? Ағаң тұрып келе жатады, кетіп бара жатады, өзінде де проблема жетеді деп. Саған жетейін деп қалған кезде айтасың, аға, суретіңді қараңызшы деп. Ол кетіп бара жатады. Шуанқа? Уже бастайсың. Түсіндің ғой? Дальше қандай сөздер? Ой, молодец. Айтшы ғой. Әдемі екен. Қарасай, қасына барсың деп. Балдар, тез айтуға асықпаңдар. Реакция, оценить етіңдер оқиғаны. Көрдің мені, қара көріп алсаң. Әдемі екен. Толығырым өзім болсыңыз. Сен қандай, ары қарай айтып күле берме. Сала бер. Аға суретін қалай шыққан көрініші. Қазір тағы бір сурет. Қазір тағы біреуі саламын. Сала бер. Саламасам өзім үйретемін. Қайдағы суретші бұл? Қолына Битесің сұқаны ғой? ұсталмайды. Бұл жаным сала бер. Егер саламасаң, өзім үйретемін. Ақыма? Сала бер. Кетіп қаласың ма бұл? И сен айтасың ғой, артынан қарап тұрсын кетіп бара жатыр ғой. Күліп айтам, ә? Жоқ, күліп емес андай, жаттырма. Қолына қалам ұстаймын, қандай суретші ғой. Ол түсіндіңдер ғой. И дальше сенің кадрын түсіреміз. И неге өтеміз? Түннің кадрын өтеміз. Түсіндік па? Сенен бастаймыз кеттік. Тұрып кететінен бастаймыз енді. Тоқтатпай істейік те мен көрсеттім ғой, енді тоқтатпай қайталаймыз кеттік. Қойшы шаршап тұрмын. Ой, қойыңдаршы. Кімнің көңіліне қарай беремін. Асықпа, балдар, шығып кетсін да. Қарсы, анау деді ғой, Рамазан отырсын. Қойыңдаршы, деп асықпай етсей. Кет. Басынан қайт. Сөз айтуға асықпаңдар, балдарсыңдар, актерсыңдар ғой. Оқиған қара, бағамда, көріп ал, қабылда. Асықпасыңдаршы, кет. Қойшы шаршап тұрмыз. Ой, қойыңдаршы. Кімнің көңіліне Не айттым мен қазір, бала? Асықпашы, тұршы, аяна басына істейші. Қарасай, аяна тұрады. Есікке жетсін да. Қарасай, қарадың ғой, мен аяна қарап тұрсын, Раман. Қарашы, мен көшіріп ашы, мен аяна қара көзбен жібердің ғой. Үстіп жай бастай берсін, көрдің ғой, жіберіп болдың. Қойыңдаршы, кімнің көңіліне қарай беремін мен? Өзімде де проблема жетеді. Деген сияқты, түсіндің ғой? Айтса енді. Кет, басын. Сондай енді, біреу үшін біреуің оқу жейсіңдер, кет, басын. Қойшы шаршап тұрмын. Қойыңдаршы, кімнің көңіліне қарай беремін. Өзімде де проблема шедіп. Соны бала жүрмей. Басқа нәрсеге уақыт жоқ менде. Сен айтасың, көрдің ба? Аға деп келе жатқан кезде айтасың, түсіндің ба? Аяна осыны жаттатқыз. Рамазан тұрып келе жатқан кезде аға деп айтасың. Күні бойы шықпақмын, 100 рет. Бұл кішкентай ұмытып кетеді. Кетіп бара жатасың. Болмаса биттек те болады. Бұл кішкентай ұмытып кетуі мүмкін. Кетіп бара жатып, бір суретін көріп, қарасаң да болады да. Сол кезде аға қараңызшы деп, дальше сенімен сөйлесіп кетесің. Қара, келатсың, бұл келатсың. Не соғатсың деп тұршы.
Не соғатсың? Ағаңа қарап айтты ағаңа, ка? Аға суретім қалай шыққан көрініші. Әдемі екен. Тура өзім осығашы. Молодец, сала бер. Рамазан, ұстап. Тағы да Сала бер. Саламасаң өзім үйретем. қазір тағы суретті салам. Қасына отыр, бүйтіп шашынан жақындап сүйіп, солай істесе уже өзім болсын. Сендер түрлерің анау ғой? Ой, мақтаншақ деген сияқты. Түсінікті ма? Кет. Не соғатсың? Аға суретім қалай шыққан көрініші. Әдемі екен. Тура өзім осығашы. Тағы да бір суретті салам. Сала бер. Саламасаң өзім үйретем. Не қыла берші, қыздарды бірінші осы киіммен қойып берді, маған асып берейін деген. Қолына қалам ұстай алмайды. Қайдағы суретші бол? Дейсің сен де жатып көреміз, осы бөлмеге қарай көреміз. Либо айтып жатып қаласың, либо сотқыш қалай көреміз. И бітті, Былайша? иккеттік шай ішіңдер, бесеуің, бар, бүйтіп, былай отырыңдар. Бір-біріңе қарама-қарсы. Бір-біріңе қарама-қарсы былай отыр. Ортада мынандай парта бар деп елестеп. Шай ішіп отырсыңдар. Давай, не тупите. Бар, шай іш. Ағай, мына екеуі қонаққа барған кезде бола ма? Қонаққа барған кезде бола ма? Болады, бәрі болады. Қонақта да Айшамен сурет салып әңгімелеседі ғой. Ішіп отырсыңдар, бүйтіп қойып жатыр, анау жеп жатсыңдар. Так, балдар, шайларыңды жақсылап ішіп алыңдар. Қазір ішіп болған соң, менің құрбымның үйіне қонаққа барамыз. Түсінікті ғой? О, қандай қонаққа? Қай құрбыңыз ол? Қара бұрылып айтуым керек жоқ. Әшейін басымды бүйтсем болды. Кет. О, қандай қонаққа? Қай құрбыңыз ол? Біз білеміз ба? Құрбы болғанда құрбы емес, анау жұмыстағы әріптесім. Сендер көрмегенсіңдер оны. Мен сендерді өзім сонда апарып қыдырсам деп солай шештім. Қазір шайларыңды жақсылап ішіп алыңдар. Ішіп болғаннан кейін барып жылдам киіңдер, жарай ма? Қазір шыласайын. Ән шай ішіп отырасың, қазір шай ішіп отырасың. Бопты мақұлы. Мысалы, қонақ құрамыз дегеннен кейін мынау ішеді, ашқарып қалғандан бопты қазір кетіп қаласың. Ақма, робот болып қалың керек жоқ балдар. Өмірдегідей ойнай бересіңдер. Бұл сценарий деген просто бір направление әшейін, осы формасы болды. А так өздерің ойната бересіңдер балдар. Қатып қалған ештеңе жоқ. Түсініп па? Бұл шайларын ішіңдер деп кетесіңдер ма? Шайларын ішіп болғаннан кейін барып жақсылап киініп алыңдар, барамыз. Қазір. Шыласайын. Бопты қазір. Жарай, тез барып киініп. Мен жаңадан көйлегім кием. Ішесің що? Долго уже он. Сен де ішесің. Қазір ішіп алайынсың. Боп кеттім мен деп кетіп қаласың. Кетіп қаласың. Андай болады сендерде. Аналарды қарап, күліп, бір андай не? Орысша добрысы бір мейірімділік болмайды сендерде. Жүресіңдер, жақтырма, аяқ киімді андай алып шешіп. Хорошо? Түсіндіңдер ғой? Ол сөйтіп кіреміз, кеттік міне кірді, күтіп алды. Саламатсыздар ма, қалайсыңдар? Бүйтіп шешіп, аяқ қоясыңдар. Жарайды. Қалайсыңдар балапандар деп әңгіме басталады. Бірақ мен қазір қарап алайын. Тұр. Не істепсің? Дайындал. Дайын тұр. Қош келдіңіздер, қалайсыздар, кіріңіздер, кіріп атсыңдар, киініп атсыңдар. Саламатсыңдар ма? Жақсымыз, өздерің қалайсыңдар, жақсысыңдар ма? Саламатсыз ба? Қане, кіре беріңдер, мұнда әлі сал. Жүндер, қонақ бөлмеге өтіңдер. Шуама, жүндер тұр. Қалайсыңдар? Жақсысыңдар. Дейміз да. Кетелексіңдер. Әлі емес екен.
Бағила ғана отырады. Отыр. Сен отырсай? Жоқ, абзал беріп отырады. Сен Айшаны жерін не жүрдің? бағила әпшенің ағай басына бір сөз қосылса күтіп апасына барады. Қазір барамыз. Так, дальше текст қалай болатын еді? Санду ағаш. Қалай жеттіңіздер, шаршамай келдіңіздер ма? Жақсы келдік. Рахмет. Қалай? Бала-шаға қалай? Қызым қалайсың, жақсысың ба? Жақсы шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсымыз шүкір. Қалай? Сабақтар дұрыс па? Иә, сабақтарым жақсы. Дұрыс екен. Жаным, басқалар қайда? Шақырсаңшы. Келіп отырсын бізбен. Балаларымызбен танысып дегендей. Бәрін өзім оқиды. Олар күні бойы көмектесіп маған шаршады. Қазір кішкене демал болсын дедім. Керемет жақсы. Балалардың көмектескеніне қарап, қуанып тұрмын. Маған қарап тұрсыздар, балалар, рөлмен тұрсыңдар. Тыңдап тұрасыңдар, міне отырма, отырасыңдар. Дастархан шұқылап. Түсінікті ғой. Аналарға қарап, сен сотқа қарап. Түсінікті ма? Балалардың көмектескеніне қарап, расымен қуанып тұрды. Сол біздің балаларда. Демалыс болғаннан кейін бала-шағаны үйге тастамай, қонаққа келейін дедім. Қане, сендер бүйтіңдер, Бағиламен барыңдар тағы бөлмеге. Жанар әпкенің балаларымен танысып, ойнап келіңдер, бар. Мен отыра берейікші. Иә, отыра берейікші. Қане, барыңдар жылдам. Қазір өзім шақырам. Ой, жерімдер кеттік. Дейді да. Бергендер, жанарыңыздар. Гүлім деген келеді. Оған кетті. Ағай, Лейла ғой сол. Бұл екеуі отырады, біз бәріміз жүріңдер деп келеміз. Так, енді қараңдар мәселе. Бұлар дәл зал тамда не істеп отыр? Екең давайте сабақ орындап отырыңдар. Сендер қараңдар, ноутбук түгілі телефонда ұстатпайды деді. Сендер, значит, телефон, ноутбук андай артық нәрсе уақыт жұмсамай отыру керексің. Сабақ орындап, или білмеймін ше, бір не істеу болады. Может, бір бәле жазып отырасыңдар, может, киім жинап, жоқ киім жинап. В общем, сондай нәрсе. Сол кезде айтып беремін. Так, пока екеуің сабақ орындап отырыңдар. Жоқ, дастархан басына бүйтсін да. Балалар кешке дейін көмектесті. Барлық ертеңгі сабаққа дайындалып отырған. Деймін, иә? Деп жүремін да, как раз сендер бәрін үй жұмысын орындап отырасыңдар. Тапсырма орындап отырады. Іңкәрді, Ілияста. Болды. Так, қалай болады? Тыңдар. Ағай, мен соңынан кірейін да сөйтіп бәрін отырып, бәрін қараңыздар деп айтам тұрып. Жоқ, сен бірінші кіріп. Соңында қалы жоқ, бірінші бастырып көрсін. Кіріңдер, шетке тұрып, кімдер. Келіңдер. Бірінші тұрып тұрасыңдар. Бәрін қараңдар. Бәрін қараңдар, танысып қойыңдар. Бұл балалар Сандуғаш апайдың балалары. Ал біз осы үйдің қыздарымыз. Менің есімім Бағила, Айдана, Аружан, Назым, Айша және де Диас. Ал сендердің есімдерің кім? Менің есім Дастан, қарындастарым Балнұр, Гүлім, Сезім, және інім Данияр. Итші кәдімгі қара. Інім Данияр деп аласың ғой. Данияр қара. Сүйші ме? Данияр деп мысалы. Көңілгөнші деген сияқты. Типа, сәл сондай бір ой болады ондай. Жақтырмай қаласың, түсінің ма? Менің есім Дастан, қарындастарым Балнұр, Гүлім, Сезім, және інім Данияр. Ол көрінді ма? Ғой, сендерде бала жоқ па? Андай қойшы бір, разборкада тұрған адам сонымен. Спокойно тұрсай. Не ма?
Сендерде бала жоқ па? Қара, 3-4 қыз, еще іңкәр 5 қыз. Тола да, енді Ілиясты особо мәмір тұрың жүрсің, кішкенте ондай екен. Не ма? Сендерде бала жоқ па? Сендерде бала жоқ па демейді. Мистер деді. не ма сендерде бала жоқ па? Жоқ, мынаның айтып жатырмын, сөйтіп айтып отырсың деп отырмын. Кеттік. Кім бала? Не ма сендерде бала жоқ па? Барым ғой мен. Жоқ, ондай емес. Жоқ. Ана үлкен бала, андай не іштаусың шама? Ой, жоқ. Үлкен бала дегенім ғой, менен қатарлас дегендей. Менде жаста бала жоқ па? Сен өзің мына баламен жас сияқтысың ғой. Қолмен көрсеткен, Ілияс отыр ма? Сен өзің мына баламен жас сияқтысың. Сен өзің мына баламен жас сияқтысың ғой. Қайдағы? Мен үлкен адаммын. Ол әлі бала ғой. Жоқ, бізде осы 5 қыз, 1 ұл бала. Келіңдер отырыңдар. Сендер бәрі жассыңдар ма? Неге ұқсамаймыз? Ұқсаймыз бір-бірімізге. Ең бастысы неге ұқсамаймыз? Ұқсаймыз бір-бірімізге. Ең бастысы бір-бірімізге деген бауырмалдық сезім. Мысалы бірдей жасты сияқтысыңдар да, соны түсінбей отырмыз. Ол жағын білмей Енді о жағын білмей ақ қойсаңыздар. Оданша, қане бәріміз басқа нәрсе туралы сөйлесейік. Жалпы үйлерің іштеген. О, ноутбукта ойындарың бар ма сенің? Жоқ, мен мүлде ноутбук ойнамаймын. Осы кезде почему-то Ілиястың жанына отыру керексің. Өйткені Ілиясқа бүйтіп тұрып алып, не дейсің? Үйлерің іштеген. Деймін, мына ноутбукта ойындарың бар ма? Жоқ, мен мүлде ноутбук ойнамаймын деді ғой. Қой, шей. Мына Ілияс болсын. Типа мақұл. Бірақ ертең сөйтіп отыру керексің. Қой, мүмкін емес. Не еді? Онда не үшін тұр мына ноутбук? Айта берсе, қандай ойындар бар? Көрейік та оны. Түсіндің ғой? Ілияс, алдайсың кішкенте болсын. Жүрсі де құшақта болған. Кет. Жалпы үйлерің іштеген. Ноутбукта ойындар бар ма сенің? Жоқ, мен мүлде ноутбук ойнамаймын. Мүмкін емес. Онда не үшін тұр ноутбук? Айта берсе, қандай ойындар бар? Көрейік та ойнап. Ол анашымның жұмыс ноутбугі. Менде ноутбук түгілі телефонда жоқ. Анашым ешқайсымызға рұқсат бермейді. Ондай да бола ма не? Рұқсат етпеу? Шаштаусың шалы басын. Ондай да бола ма не? Рұқсат етпеу? Шын айтып отыр. Ешқайсымызда телефон жоқ. Кішкентайымыздан ұстаған емеспіз. Денсаулықтарыңа зиян. Өткені деп бастар қыз. Өйткені денсаулықтарыңа зиян. Әлі ерте деген соң кейін алып беремін деген. Онысы жақсы екен. Бізде деген 24-те 7 телефон қойғасыз. Басынан айтшы. Демей дауысын дұрыстап айтшы жаңаша. Өйткені денсаулықтарыңа зиян. Әлі ерте деген соң кейін алып беремін деген. Онысы жақсы екен. Бізде деген 24-те 7 телефон қойғасымызда. Телефонын ұстап айтасың. Онысы жақсы екен. Бізде 24-те 7 ғой телефон қасымызда. Басында нәрсе істеу керек балдар. Игра керек. Оны ұрып сап, әңгімелесіп тұрмау керек. Түсінікті ма? Сәл өздеріңді іздену керексіңдер балдар, негізі. Енді мен бүйтіп айтамын, мына жерін бүйтіп айтамын, бүйтіп қалайын да деген сияқты ше. Мысалы кәдімгі көрсетіп отырмын ғой. Мен көрсетпесем, бәрін кәдімгі депутаттан жиналыстап, әңгімелесіп бітірін деп тұрсыңдар ғой. Кет басын. Ондай да бола ма не? Рұқсат етпеу? Шын айтып отыр. Ешқайсымызда телефон жоқ. Кішкентайымыздан ұстаған емеспіз. Өйткені денсаулықтарыңа зиян. Әлі ерте деген соң кейін алып беремін деген. Онысы жақсы екен. Бізде деген 24-те 7 телефон қойғасымызда. Сонда не істейін денсаулыққа? Иә, еш жерімізді ауырмайды. Ұстап жүрміз ғой. Кішкентай кезінде телефон қаласаң, өшкенде өзіңе жан тияды деп айтқан анашым. Сондықтан біз жоламаймыз телефонға. Жақсы.
айтсайын. Сендер қай мектепте оқисыңдар? 15 мектепте оқимыз. Сендер ше? Біз 35 мектепте оқимыз. Сендер аналармен бірге тұрасыңдар ма? Иә, 5 ағайындымыз, анамызбен 6 адамымыз үйде. Біз сияқты тұрады екенсіңдер. Үйде басқа ешкім жоқ па? Иә, үйде ешкім қалмады. Бәріміз келдік қонаққа. Жоқ, оны айтып тұрған жоқ. Басқа ешкім тұрмай ма сендермен дейді. Иә, дұрыс айтады мына қыз. Иә, соны айтқысы келіп тұр ғой. Әкеміз бізбен бірге тұрмайды. Осы мәселелерім келгені. Жоға, біздің ренжітетін де ойымыз болған жоқ. Жай сұрағанымыз ғой, ренжімеңдерші. Иә, өйткені отбасы тақырып біздер үшін қызық, әрі қызығамыз. Сендер қандайсыңдар өзі? Қызыққан емес? Отбасыларың бар емес па? Айтсай, Сендер асырап. Әлде асырап алған ба деп па? Иә, Түсінбедік. Қалай сонда? түсінікті ғой енді бәрі. Түсініксіз ештеңесі жоқ. Айтып тұр емес па? жоқ былай ғой. Сен асырап алған ба сонда? Жоқ. Енді? Қысқасы, бәріміз балалар үйінен келгенбіз. Қысқасы, барлығымыз балалар үйіне келдік. Ей, мен сөзім ғой. Іңкәр сөзі ғой. Бізді сол жақтан. Бізді сол жақ, біздің ағай барлығымыз сол жақта асырап алған. Бәріміз сол жақтан асырап Айта алған. берші. Бәріміз сол жақтан асырап алған. Ыңғайсызданудың керегі жоқ. Иә, рас. Біздің бәрімізді осы үйге алып келген Жанар анамыз. Біз бәріміз туған бауырлар емеспіз. Бірақ туған бауырлардан да артық махаббат бар бәрімізде. Анамыз жалғыз өзі болса да, көп адам жасай алмайтын әрекетке барды. Біз оған қарыздармыз. Бірақ шын керек. Өйткені біздің өткен балалар үйіндегі қиыншылығымыздың бәрі болмаған секілді. Бәріміз алғаш келген кезде бәр мейірімін аямай төккен. Мен туған баласы болмасам да, маған күшті қарайды. Мені кеше футбол үйірмесіне жазды. Енді мен өскенде мықты футболшы боламын. Біз барлығымыз бір-бірімізге туған бауырлар емеспіз. Бірақ туғаннан да артық болып кеткенбіз. Иә, біз де анамызды қатты жақсы көреміз. Ол кісі ауырып қалса, жаман болып кетеміз. Сондықтан анамызды уайымдатпаймыз, жатпаймыз. Бірақ сендердің де аналарың жақсы адам сияқты. Әрі әдемі екен. Сендер де өз отбасыларың туралы айтып беріңдерші. Бізге қызық. Бізден ыңғайсызданбай-ақ қойыңдар. Қане? Ей, не болды сендерге? Анашым біз келдік. Жоқ, Ана екі кішкентай қыздар айтатын сөздер айтады. О, бар, сондай еді. жоқ, потом новый. Білесің ба, сен сөзіңді айта аласың ба жаңағы? Иә, білет. Қандай сөз еді ол? Иә, Лейланың сөзі бар ма сенде? Лейланың сөзі? Бар. Сен аш. Новый сценарийде ол. мынандай ғой одан. Осы жерде ма не бұлар екеуі сөз? Жоқ, не басында еді ғой, әйтпесе соңғы жақтан жылайтын кезде қайтып сөйлеп. Жоқ, түсінбедім қалай сонда дегеннен кейін барып, жоқ, былай ғой, сен асырап аласыңдар. Сендер қай мектепте оқисыңдар? Алдында екен ғой. Бірінші айтады да біз саған біз сурет сала алмаймын екен. Иә, не дейміз? Бізді сол жақтан асырап алған. Сөйтіп айтып жатыр да содан кейін барып, осыны айтып қойғанбыз, содан кейін барып ана қиық қыз не істейді. Дауысын шығарып. Мен көп суреттерді салдым. Кейін саған гүлім айтады. Саған кім үйретті сурет салуды? Кейін сен айтасың. Мен өнерге қатысып үйрендім. Ал сен ше? Кейін гүлім айтады. Мен өзім үйрендім. Ағам солай деп айтады. Siz anlattıklarım olur. Ne?
Темірәзеңді тағы кетеміз. Не, сендер жаттысың. Так, кет, Айша тағы кетші. Саған да сурет салған ұнай ма? Иә. Мен көп суреттерді салдым. Саған кім үйретті сурет салуды? Мен өмеге қатысып үйрендім. Ал сен ше? Мен өзім сала аламын. Ағам да үйретемін деді маған. Қалапа ма? Ана жерлерін дұрыстап істейікші. Балдыналар ыңғайсызданып қалады деген. Сендер сол жерде актерский көрсету керексіңдер. Ал бұл шашын қайыр болды. Жаңа әлде асырап алған ба дегеннен бастайық та? Әлде асырап алған ба деп. Иә. Түсінбедік. Бүйтші. Иә. Асырап алған бізді де бүйтші. Иә, асырап алған бізді. Түсінбедік. Қалай сонда? Түсінікті ғой, енді Басынан бәрі. не yapып отырсың? Айлық аяқ кетіп қалды? Айлы. Бергел тез. Сабай кетіп сұрады дегенде бұлар. Енді деген екен, Назым қысқасы деп айтады, потом бар. Сен бізді судың асырап алған екен, мен айтамын. Ағай, иә, бізді асырап алған деген екен. Бізді сұлжықтан асырап алған деген. Қысқасы иә деп айта салсақ қайтеді. Сөйлеп өзгерсің. Не шығып кеттің бе? Сұрасың деді ма? Қашан? Айтып кеттім. Қазір ба? Сұрасың беремін. Жіберген кезде барасың, жібермесең бармайсың. Қыздар ұшып кете бермеңдер. Так. Басташы, әлде асырап алған ба деп. Әлде асырап алған ба деп. Иә. Осы жерде айтады ғой. Иә, асырап алған бізді деп. Сөзі бір түрі болып қалу керексіңдер сендер. Түсінбей қалса айтты ғой. Ыңғайсызданып қалу керексіңдер. Иә, асырап алған бізді деп айтшы сен. Көрші. Добрый болып кетіп отыр ма? Лашка оқыт. Иә, асырап алған бізді. Сен ұрсып жақтырмай еш кет. Жоқ, Асырап алған ба деп күліп тұр ғой. Шын асырап алған ба? Соған жақтырмай айту керексің. Иә, асырап алған бізді. Мен бе? Иә, асырап алған бізді. Айтшы, назарка болсын. Иә, асырап алған бізді. түсінбедік. Қалай сонда? Түсінікті ғой енді бәрі. Түсініксіз ештеңе жоқ. Кет, асырап алғаннан баста. Ойнатында жақсылау. Әлде асырап алған ба деп. Иә, бізді асырап алған. Түсінбедік. Қалай сонда? Түсінікті ғой енді бәрі. Түсініксіз ештеңесі жоқ. Айтып тұр емес па? Жоқ, бұлай ғой, сен асырап алған ба сонда? Жоқ. Енді? Қысқасы, бәріміз балалар үйінен келгенбіз. Бізді? Айта берші. Бізді сол жақтан асырап алған. Сендердің туған аналарың бар. Сендердің туған аналарың бар. Сендер үшін қуаныш. Сендердің біздің деп айта салыңдаршы, қыздар. Андай айтсаңдаршы, сәл көңілің жабырқау, настроениең түсіп, рөлге кіріп айтсаң. Сендердің туған аналарың бар. Сендер үшін қуаныштымын. Сендердің туған аналарың бар. Сендер үшін қуаныштымын. Қазір көбісі туған аналарының қадіріне жетпей жатады. Бағалау керек қой. Өйткені сен өмірге әкелген адам емес бұл. Сендер не деп кеттіңдер? Сендер не деп кеттіңдер? Біздің де анамыз, туған анамыздай болып кеткен жоқ па? Үйтіп айт, олай айтпаңдар. Қазір анамыз естіп қояды. Естіп қою мүмкін. Анасы естіп қоясың, иә. Сен ыңғайсыздан. Оғылы. Ыңғайсызданудың керегі жоқ. Иә, рас. Бәріміз де осы үйге алып келген жанар анамыз. Біз бәріміз туған бауырлар емеспіз. Бірақ туған бауырлардан да артық махаббат бар бәрімізде. Тағы болса кіш. Бұл важный сөз. Чувство қосу керек. Так айтып тастауға болмайды. Сәл кішкене мұңды, жабырқау айтылу керек қой.
ыңғайсызданудың керегі жоқ. Иә, рас. Бәрімізді осы үйге алып келген Жанар анамыз. Біз бәріміз туған бауырлар емеспіз. Бірақ туған бауырлардан да артық махаббат бар бәрімізде. Анамыз жалғыз өзі болса да көп адам жасай алмайтын әрекетке барады. Біз оған қарыздармыз. Бірақ шыны керек. Біздің өткен балалар үйіндегі қиыншылығымыздың бәрі болмаған секілді. Бәріміз алғаш келген кезде бар мейірімін аямай төккен анамыз. Мен туған баласы болмасам да бізге күшті қарайды. Мені кеше футбол үйірмесіне жазды. Енді мен өскенде футболшы боламын. Қысқасы осы. Біз бір-бірімізге туған бауырлар емеспіз. Бірақ туғаннан да артық болып кеткенбіз. Біз де анамызды қатты жақсы көреміз. Ол кісі ауырып қалса жаман болып кетеміз. Сондықтан анамызды уайымдатпаймыз, жылатпаймыз. Бірақ сендердің де аналарың жақсы адам секілді. Әрі әдемі екен. Сендер де өз отбасыларың туралы айтып беріңдерші. Бізге қызық. Бізден ыңғайсызданбай қойыңдар. Қане? Ей, не Сен болды? төмен қара, неғып қаласың, ұялды. Қане? Тұрып қаласың, түсінікті ма айла? Сен айтасың. Ей, не болды сендерге? Анашым, біз келдік. Біз қыздарға тапталып келдік. Ол күшті рахмет үлкен. Сендерге анам қазір тамақ жасап береміз. Какабыз қарындар ашып отыр еді. Жақсы болды ғой, тамақ істеп. Тамақ жейміз. Примерно осылай балдар. Тағы дайындық керек, әлі негізі. Тамақ істегеннің алтын істейсің. Ертең не аламыз азанда? Келе аласыңдар ма? Бір болады ғой. Мен келе алмаймын. Қазір сұрап көреміз. Болмаса сен қай сабағында бірінші екінші сабақтан бос болсаңдар бір жоба болмаса кескіндерші. Жарай ма? Сұран. Дайындалу керек балдар, просто ертерек түсіруіміз керек. Ертең іңкәрлес бәрін шақырып аламыз керек. Бәрін яқып кетіп қалың. Апай, ертең би бала бар. Кешіксем де сабақ Бидің барлығын, биді де домбыранды атымен жасап, барлық күшті осы киноға түсіруіміз керек. Өздерің сұранып көріңдер. Таңнан кешке дейін